Қайырлы күн, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен Хромтау ауданының кітапханасына келдім және сіздерге де көрсетейін деп шештім. Бұл кітапханаға соңғы рет мектепте оқып жүргенде келген екенмін. Жалпы кітапхана 1937 жылы ашылған екен. Қазіргі таңда 35 мыңнан астам кітаптары бар. Кітапханада неше түрлі кітаптар бар. Көне заманғы жазушылардың кітаптарынан бастап, қазіргі заманауи жазушылардың кітаптарының түрлісі бар. Хромтау ауданының тарихы туралы кітаптары аз емес екен. Оқу залы екіге бөлінеді. Біреуі үлкен адамдар отырып оқитын оқу залы, екіншісі кішкентай оқырмандарға арналған оқу залы бар. Іші кішкентай болғанымен өте жайлы. Тағы бір қуантатыны, қазіргі техниканың дамыған заманында тек қана телефонға үңіліп отыра бермей, кітапханаға келіп кітап алып оқитын адамдар да аз емес екен. Кітапханаға күніне 35-40 адам келіп, оқу залында отырып оқып, үйлеріне алып кетеді екен. Кітапхананың ішін толық аралап, өзіме ұнаған кітабымды алып үйге қайттым. Сіздер видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және комментарийге жазып кетуіңізге болады. Сіз қай жылы соңғы рет кітапханаға бардыңыз?